Ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозылуыны ве саяси тақыпны тоқтатмақ. Демократик дүнияның Русияге білдірген талабыдыр. Бұны Украина тышқы ішлер назиры Павло Климкин Твиттерде яза. Оның сөзлерінден алынты. Қырым бірдемлігі жемат бірлігінің күрошывыне сұрып кірмек үшін қырымлыларының бір-біріне ярдым еткенінден ве саяси бүслерінің айлелеріне қол тұтқанындан байығы қорқмақ керектір. Алынты сону. Жұма әртесі күні Қырым бірдемлігі жематы шебесінің отырышы Русияның ОМОН хадимлері тарафындан бөлінді. Ишғал қызметлері оларға бұлынғанлар арасында селялы инсанларының бар олғана қында хабер келгенini білдірді. Нәтижеде бұл мәлімат таздықланмады. Айны вақытта топлашып иштиракчилерінден паспорт мәліматлары язып алынды. Фальви адвокатлар ишғалжелерінің әрекетлеріні Қырымды тараларының зорбалықсыз қаршылығыны тоқтатмақ үшін япылған қорқузув акциясы олар ақтаный.